Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен барлық асханаларда кездесетін ең керемет және оңай дайындалатын гуляштың рецептісімен бөлісемін. Менің видеомды соңына дейін қараңыз, дайындап көріңіз. Ең алдымен бізге осындай ет қажет болады. Сиырдың еті болғаны жақсы болады, дәмді болады. Және бізге қызанақтар, пияз көбірек, лавр жапырағы және 2 ас қасықтай ұн қажет болады. Ең алдымен етті орташа көбіктерге бөліп турап аламыз. Міне осындай бөліктерге бөліп турап шығамыз барлығын. Келесі кезекте қызып тұрған табамызға етті мен бірден саламын, ешқандай май құймаймын. Ең алдымен етті өзінің суына пісіріп аламын. Етіміздің асын орташа отқа қойып қоямыз. Міне ақырындап су шыға бастады. Содан кейін 1 шай қасықтай аздап тұздап қоямыз, етіміз дәмді болу үшін. Содан соң пиязымызды тазалап турауға кірісеміз. Және бұл тағамда бізде пияздың көп болғаны дәмдірек болады. Пиязды көбірек қосуға қорықпаңыз. Содан кейін біз пиязды мен кішірек бөліктерге бөліп турағанды ұнатамын. Тамағымыз толықтай піскеннен кейін пияз ішінде мүлдем байқалмай кетеді. Сондықтан осындай өте ұсақ бөліктерге турап қосамын. Міне етіміздің өте көп мөлшерде суы бөлініп, өзінің суында пісіп жатыр. Осы суының барлығы тарылғанша баяу отта асын азайтып қойып пісіре береміз. Келесі кезекте гарнирді дайындауға кірісемін. Менде картоп пюресі, бірақ сіз қалауыңызша күрішті немесе басқа да гарнирді қолдансаңыз болады. Міне мен ең алдымен суын дайындап алдым. Осы суға картоптарды салып, дәміне қарай шамамен 1 шай қасық толтырып тұзды саламыз. Міне көріп тұрсаңыз, етіміздің барлық суы тарылды. Суы тарылғаннан кейін сұйық майымызды қосып, пиязымызды қосып жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте қызанақтарымызды жуып аламыз. Менің жағдайымда мен томат қолданбаймын. Сол үшін қызанақтарды осылай блендерден езіп қосамын. Бірақ сіз егер томат қолданатын болсаңыз, үлкен ас қасықпен толтырып 1 ас қасық салсаңыз жеткілікті.
Міне қызанақ езіндісін езіп алған соң оны етке қосу керек болады. Мен бірақ ол жерін түсіруге ұмытып кеттім. Сондықтан пісіп жатқан етке ең алдымен тұзды және қалауыңызша бұрышты қосып араластырасыз. Содан кейін 2 үлкен ас қасық ұнымызды қосамыз. Содан кейін осы қызанақ езіндісін қосып 300 мл шамасында су қосып жарты сағаттай пісіреміз. Баяу отта осылай піскеннен кейін біздің жаңағы пісіп жатқан етіміз осындай керемет болып қоюлана бастайды. Сол кезде лавр жапырағын қосып тағы да пісіруіміз керек болады. Келесі картопымыз пісті. Картоп пюресін жасауға кірісеміз. Пісіп тұрған картопқа осылай сары майды қосып жақсылап езіп аламыз. Міне біздің гуляш дайын болды. Өте ұзақ пісірсеңіз, өте керемет, түсі де қанық болып шығады. Мүмкін 1 сағат, 1,5 сағат шамасында пісіруіңізге болады. Келесі кезекте картоп пюресіне салып, кешкі асқа ұсынамыз. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыз.